Ежелгі ертегілерді сыбырлайтын желді кең байтақ қазақ даласын елестетіп көріңізші. Осы ертегілердің ішінде бір оқиға ерекше көзге түседі. Махаббат, жоғалту және адам мен оның жылқы арасындағы үзілмейтін байланыс туралы әңгіме. Ілияс Жансүгіровтің құлагер туындысына қош келдіңіздер. Құлагер деген өлең емес. Бұл саяхат. Әрбір сөзі тебіреніп, әр өлеңі даланың айшықты бейнесін бейнелейтін қазақ мәдениетінің жүрегіне саяхат. Оның өзегінде ахан мен оның құлагер атты қадірлі тұлпарының оқиғасы жатыр. Олардың байланысы үзілмейді, олардың тарихы ұмытылмас. Мынаны елестетіңіз, ахан даланың адамы, өмірге шыдамдылық танытқанымен сүйікті атына шексіз берілген. Қараңызшы, айбындыда еркін құлагер, жазық далада жүйрік, жалы желдей ағып жатыр. Олардың өмірі адам мен табиғат арасындағы терең байланыстың көрінісі, сенім мен серіктестік бейінде тоғысады. Бірақ бұл оқиғаның көлеңкесі де жоқ емес. Әлеуметтік әділетсіздік шіркін басын көтерген әлемде қайғылы оқиға болады. Сатқындық, жүрек соғысы, жоғалту, бәрі сіздің жаныңызды басып, жібергісі келмейтін әңгімеде өрбиді. Ілияс Жансүгіров бұл элементтерді шикі, сүзгіден өтпеген сезім гобеленіне айналдырып, құлагерді қазақ әдебиетінің ескірмейтін туындысына айналдырады. Қазақтың дәстүрлі аспаптарының елең еткізетін әуеніне құлақ түріңіз, әр нота өлеңнің ұшқыр жолдарын қайталайды. Ат тұяғының ырғағын, желдің сыбдырын сезініп, ахан мен құлагер әлеміне тереңірек үңілді. Бұл жай әңгіме емес, тәжірибе. Қарап отырсаңыз, сіз баяу қозғалыстағы кадрлар мен драмалық жақын планда түсірілген даланың барлық ұлылығын көресіз. Өлеңнің негізгі сәттері арманға ұқсас ретпен өмірге келеді. Құлагер уақыттан асып түседі. Оның махаббат, жоғалту және әлеуметтік әділетсіздік тақырыптары алғаш жазылған кездегідей күшті резонанс тудырады. Бұл қазақ халқының өшпес рухы мен мәдени мұрасының айғағы, төзімділік тарихы. Құлагер әлеміне сүңгіп, құдіретін сезініп, сұлулығын құшағына алып, жүрегінде өшпес із қалдырсын. Ахан мен құлагердің мұрасы сізді шабыттандырып, қазақ мәдениетінің түсінуге бір қадам жақындай берсін.